тоқым атқа міну үшін қолданылатын құрал. Ол аттың арқасына қойылады және адамның ыңғайлы әрі қауіпсіз отыруына көмектеседі. Ер тоқымның негізгі бөліктері алдыңғы қасық, артқы қасық, отырғыш бөлігі. Бұл ер тоқым. Мынау ерді кесеміз енді. Нені кесесің? Мекелі кесем ба? Мекелі кесем. Иә. Мынау ер. Мынау айлы. Айлы дейді, тартпа дейді бұны, иә? Иә. Бұл не кесем ба? Қазір сен кесесің. Біреуді не кесем, иә? Әкелгесі көкесін әне біреу кесем, еге? Сен маған қарап отырсың, иә? Иә. Мынау зеңгі, ер тоқым, ер, мынау тартпа. Тартпа кесем ба? Ал, балам, мынау ер. Мынау ер тоқым. Мынау үзеңгі. Үзеңгі аяқ қоятын. Мынау айлы, тартпа мынау. Аттың үстіне салғаннан кейін ерді тартып қоясың. Бұл ұлттық құндылықтарға деген құрметті қалыптастырудың бір жолы. Бұл ұлттық дәстүрлер мен мәдениетке құрметті тәрбиелеудің бір әдісі.